Перзентесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласын. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің. Сабырлы ең қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан-жақты. Барлық балам болса екен деп қасымда, бәрімізді теңеп қойдың асылға. Бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе де бек ғасырға. Даусың сенің естілгенде жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген, жансыз бейне суретіңе үңілдік. Әлемнің әсемдігі мен ананың әлдейі, бір-бір үшін жаралған қос сөздегі бір ұғым. Тікеннің өзін жұмсартып, асаудың өзін жуасытар құдіретке ие анаға кім жетеді сірә? Әкеңіздің қабағын бағып, үйдің берекесі болып отырған ананың адамзат үшін алаңдап отыратыны тағы бар. Құдіретті күш қандай жұмыс болса да, қандай қиындық болса да, көтеруге дайын ана жанын нәзік жүрегін берік етіп жаратқан. Сондықтан да болар, ана көз жасыңды күлкіге, мұңыңды қуанышқа айналдырар, жабырқасаң жұбатып, сағынсаң қасынан табылатын ерекше жан екен ғой шіркін. Жұдырықтай жүрегіне өз баласын ғана емес, әлемнің бар баласын сыйдыра білген кең пейілді ананың бірі біздің анамыз Құлшиытова Бақтыгүл Тажмұхан қыз еді. Темір ауданының Бабатай ауылында 1948 жылы 8 ақпанда дүниеге келді. Кете мая руынан шыққан анамыз өте сирек, алғыр балалардың бірі болып өсті. Ауылдық мектепте 8 жылдық білім ошағын аяқтап, Алтықарасу ауылында тәтесінің үйінде жатып 10 жылдық білім алды. Ақтөбедегі кооперативтік училищеде білімін ұштап, дүкенші мамандығын иеленді. Қайыңдыда 3 жылдай дүкенші болып, кейін Қобда ауданының Әбдібұлақ ауылына жұмысын ауыстырды. Батырлардың мекені болған киелі жерде біздің әкеміз Ыбырай Садуұлымен табысып 1967 жылы шаңырақ көтерді. Отбасының берекесін келтіріп, балаларды өнегелі, білімді, тәрбиелі етіп өсіріп, қазіргі таңда 4 қыз, 2 ер баласы түрлі салада қоғамға қызмет етуде. Әр қазақ отбасында нан аса қасиетті тағам болып есептелетіні рас. Біздің үйде де ас атасы нанды құрметтеу ерекше еді. Оның бір себебі нанның әр түйірінде маңдай тердің, адал еңбектің табы есіп тұратын. Екінші себебі біздің анамыз ұзақ уақыт Ақтөбедегі нан комбинатының макарон фабрикасында еңбек етіп, сол жерден зейнеткерлік демалысқа шықты. Ағайын туыстың бірлігі мен берекесін ойлап отыратын Данагөй жан, отағасы мен отбасының амандығын елдің ынтымағымен ұштастырған көреген, құдаларын құдайындай сыйлаған мейірбан, бала десе ет жүрегі елжіреген, немере жиен десе құрақ ұшатын ерекше жаратылған жан еді анамыз. Жүзіне әжім түссе де ажарын бермеген, анамыздың сыртқы болмысының әсемдігі ішкі дүниесінің сұлулығы мен астасып жатқандай. Айқара есік ашып, үйге енгенде күлімсіреп, құшақ жая қарсы алатын анамыз әлемнің кеңдігін алдымызға жайып салғандай болатында тұратын. Дастарханнан ас,
төрінен қонақ кетпеген біздің үйдің дәстүрге беріктігі анамыздан бастау алып жатқандай. Наурыз сайын көже асып, көршілер мен ағайынды сыйлайтын, өз қолымен дайындалған асының дәмі аузымыздан кетпейді. Әкемізбен 38 жыл ғана отасып, асқар тауымыз құлағанда да бойымызды тік ұстап, алға қарай адымдауымызға да күш берген ананың шексіз махаббаты еді. Балалары мен бауырларына бірдей қамқор бола білген өмірдің қуатты көзі еді жананам. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалым биік өзгеден. Анашымдай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. 2021 жылы 17 қарашада өмірден өтті. Сол сәтте күңіренбеген жан, қайғырмаған адам қалмады. Ел анасындай қадірлеген көршілер қимастықпен егіліп жылағанда, қарапайым ананың халықтың құрметтісі болғандығын сезіндік. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп, еске алып жүреміз. Ақ жаулығың исіңізді сіңдірген, соны искеп, аңсап кейде жүреміз. Анамыз гүл өсіргенді жақсы көретін. Аулада жайқалып тұрған гүлдерді көргенде жаныңыз жадырайды. Сол жайқалған гүлдеріне қарап, анамыз жұмақтың бағында жүр деп ойлаймыз. Бір дорба асық жинап кеткен анам, қолжазба дәптеріне жасылдан ою ойғызсам, ұлымның үйін толтырсам, ұлымның ұлын жетектеп, немере сүйіп отырсам деп жазу қалдырыпты. Өзінің арты шашулы той болатындығын дана анам тілеп кеткендей. Я, артынан бата оқыр ұрпағы көп болсын, аман болсын. Ардақты ананың жаны жәннатта болсын.